Қуат Қайранбаев 1961 жылы 22 тамызда Алматы облысы Ақсу ауданы Егінсу елді мекенінде туған. 1979 жылы Қазму қалашығында құрылыста жұмыс істеген. Бөрлітөбе аудандық Балқаш өңірі газетінде еңбек еткен. Қазмудың журналистика факультетін тамамдаған. Балқаш өңірі Прибалхашье газетінде тілші, радио ұйымдастырушысы, бөлім меңгерушісі болып жұмыс істеген. Қуат Қайранбаев, Талдықорған. Тастағам жоқ Талдықорған мен сені, сағынышым көтертпейді еңсені. Өзің едің тазалықтың теңдеуі, өзің едің әсемдіктің өлшемі. Тастағам жоқ жолаушылап кетті де, салғанда жоқ түйткіл өмір тепкіге. Қоныс болдың жақсы менен жайсанға, мекен болдың адалдармен тектіге. Талдықорған, тау бесігім киелім, жүрегімнің қоңыр сазды күйедің. Арудайын күн нұрына малынған жамалымды жаным менен сүйемін. Көк аспанды торлағанда болды кеп, тұратындай таңға жайып жұртылеп. Екі ерке өзен көксу менен Қаратал, қос бүйірден ағып жатыр күркіреп. Алатаудан атқан кезде таңсағым, көңілімнен қашушы еді қаншамын. Сұлуларды көріп берген көшеге серік болған жігіттерді аңсадым. Жақсылыққа жүрген болса шөлдеп, кім жатсындай-ақ жидың жұртын жер көктің. Жұматайда абен менен ордашты, бесігінде өлең жырды тербеттім. Талдықорған мен болайын жолыңдан, перзентімін, бақытым көп сорымнан. Қимайтынмын құрбы құрдас көп сенде. Аға тапты мінін ерттім соңымнан. Аралап бір жүрген дейін гүлдішін, арықтарды саңғырлайды көмітсін. Шаған таудан көргенде көк сағым, таңға одай ашылады тынысым. Естігенде құшақ жайған ептіге, ағын саған сағынышын төкті ме. Талдықорған тағдырымның таңдауы, тастағам жоқ жолаушылап кетті де.